Барлықтарыңа сәлем. Бұл математика нөлден бастап курсы 8-ші сабақ. Көтеретін тақырыбымыз бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер, мәндес теңдеулер, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Жалпы ax плюс v тең 0 түріндегі теңдеу ол бізде бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп аталады. Бұл жердегі x айнымалы, яғни бізде теңдеуімізде белгісіз беріліп тұрса, ол бізде айнымалы. Ол x бопта, y бопта әртүрлі әріптермен берілуі мүмкін. Ал a және b дегеніміз қандай да бір сан. Мысалы, 4x плюс 6 тең 0. Бұл жердегі x айнымалы, x-ның орнына x, y, z кез келген әріп болуы мүмкін. Ал 4 және 6 a және b-ның орнында тұрған бұл кез келген сан. Ендеше осы бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шығарып көрейік. Бірінші теңдеу бізде 2x плюс 17 тең 22 плюс 3x. Біз осы бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу үшін айнымалысы бар сандарды теңдіктің бір жағына, жай сандарды теңдіктің екінші жағына жинауымыз керек. Бұл жерде айнымалысы бар сандар, яғни x бар сандар 2x және 3x. 2x жазамыз. Келесі бізде 3x бұл теңдіктің екінші жағында тұр. Бұны біз қарамағысы таңбасымен өткіземіз. Плюс 3x болғандықтан ол бізде теңдіктің екінші жағына минус 3x болып өтеді. Сандар да дәл солай. Тең 22 минус 17. 2x-тен азайтсақ 3x тең минус x тең 22 азайту 17 ол бізде 5-ке тең. Минус x-тің алдында минус 1 бар деп есептесек, 5 бөлу минус 1 тең минус 5. Яғни x-тің мәні бізде минус 5-ке тең. Келесі бізде 18 плюс 3x тең x плюс 14. Бұл жерде де дәл солай айнымалысы бар сандарды теңдіктің бірінші жағына, жай сандарды теңдіктің екінші жағына жинаймыз. Айнымалысы бар сандар бұл бізде 3x және x. Ендеше 3x азайту x, өйткені x бізде теңдіктің екінші жағында плюс таңбамен тұр. Тең 14 азайту 18. Сонда 3x-тен x азайтсақ 2x тең минус 4, x тең минус 2. Келесі есеп 25 минус 4x тең 12 азайту 5x. Бұл жерде де дәл солай 4x және 5x-ті теңдіктің бірінші жағына жинаймыз. Минус 4x плюс 5x өйткені теңдіктен өтіп тұр, тең 12 азайту 25. Так, 5x-тен 4x азайтсақ x, 12 минус 25 минус 13. Төртінші есеп 13x плюс 27 тең 16x плюс 4,5. 13x азайту 16x тең 4,5 азайту 27. 13x-тен 16x азайтсақ минус 3x тең минус 22,5. X тең минус 22,5 бөлу минус 3x. Сонда біздің x-тің жауабы 7,5. Келесі өтетін тақырыбымыз мәндес теңдеулер. Екі теңдеу қандай жағдайда бір-біріне мәндес теңдеу болады. Яғни аты айтып тұрғандай, теңдеудің түбірлері бірдей, немесе түбірлері болмайтын теңдеулер мәндес теңдеу болады. Теңдеудің түбірі дегеніміз ол теңдеудің мәні, x-тің мәні. Яғни екі теңдеудің жауабы бірдей болып шықса, онда олар бір-біріне мәндес теңдеу. Келесі бізде теңдеудің мәндес теңдеуін табу. Егер біздің теңдеуіміздің екі жағында бірдей санды қосқанда, немесе екі жағынан да бірдей санды азайтып тастағанда, онда ол мәндес теңдеуге түрленеді. Тағы да бір жағдай, теңдеудің екі жағында 0-ден өзге бірдей санға көбейткенде, немесе бірдей санға бөлгенде теңдеу мәндес түрге түрленеді. Қазір бұның барлығына мысалдар келтіреміз. Мысалы, 4x тең 8, 3x тең 6 деген екі теңдеу берілсін. Бірінші теңдеуді шығарайық. X тең 8 бөлу 4, x тең 2. Енді екінші теңдеуді шығарсақ, x тең 6 бөлу 3, x тең 2. Екі теңдеудің де жауабы 2-ге тең. Яғни бұл екі теңдеу бір-біріне мәндес теңдеу. Келесі мысал, 3x плюс 2 тең 5 деген теңдеу берілсін. Бұл теңдеудің мәндес теңдеуін тауып көрейік. Мысалы, осы теңдеудің екі жағына да 3 деген санды қосып көрсек, қалай түрленеді екен? 3x плюс 2 плюс 3 тең 5 қосу 3. Сонда 3x плюс 5 тең 8. Яғни бұл шыққан теңдеу бізде 3x плюс 2 тең 5 теңдеуімен мәндес теңдеу. Енді біз бұны тексеріп көрейік. 3x плюс 2 тең 5 теңдеуіміздің жауабы x тең 1. Енді біз
Тапқан мәндес теңдеуіміз, оны да тексеріп көрейік. 3х плюс 5 тең 8 теңдеуінің жауабы да 1-ге тең. Яғни бұл екі теңдеу бір-біріне мәндес. Келесі тағы да бір мысал. 2х плюс 1 тең 4 теңдеу берілсін. Бұл теңдеудің жауабы бізде х тең 1,5-ге тең. Енді осы теңдеудің екі жағында 2 деген санға көбейтіп көрейік. Так, 2 жақшаның ішінде 2х плюс 1 жақша жабылған тең 4 көбейту 2. Жақшаны ашсақ, 4х тең 4х қосу 2 тең 8. Бұл теңдеу бізде 2х плюс 1 тең 4 теңдеумен мәндес теңдеу. 4х плюс 2 тең 8, 4х тең 6, х тең 1,5. Яғни бұл екі теңдеудің де жауабы 1,5-ге тең. Бұл жерден шығатын қорытынды теңдеудің екі жағына да бірдей санды қоссақ, немесе азайтсақ, немесе бірдей өрнекті қоссақ, немесе азайтсақ, теңдеудің екі жағында бірдей санға бөлсек, тек көбейтсек те теңдеудің мәні өзгермейді. Ең басты екі жағына да сол амалды орындау қажет. Енді осыған байланысты есептер шығарып көрсек. Бізде бірінші есепке назар аударсақ, оның бөлімінде 15, 3, 5 деген сандар бар екен. Бұлардан біз құтылу үшін теңдеудің екі жағында 15-ге көбейтсек қалай болады екен? Сонда 15 көбейту жақшаның ішінде 4 минус 7х бөлу 15 қосу жақшаның ішінде 1 минус х көбейту 15 бөлу 3 тең 4 көбейту 15 азайту жақшаның ішінде 2х плюс 1 көбейту 15 бөлу 5. Яғни барлығын 15-ге көбейтіп шықтық. Енді бірінші өрнекте байқағандарыңыздай 15 пен 15-ті қысқартсақ болады. Екінші өрнектен 15 пен 3-ті қысқартсақ 5 қалады. Так, 4 көбейту 15 60, ал емен 15 пен 5-ті қысқартсақ 3 қалады, иә? Сонда бізде 4 минус 7х плюс 5 көбейту жақшаның ішінде 1 минус х тең 60 азайту 3 көбейту жақшаның ішінде 2х плюс 1. Енді жақшаларды ашып шықсақ, 4 минус 7х плюс 5 минус 5х тең 60 минус 6х минус 3. Сонда х барларды бір жаққа жинасақ, минус 7х минус 5х плюс 6х тең 60 минус 3 минус 4 минус 5. Минус 6х тең 48, екі жағында минус 1-ге көбейтсек, минус 6х тең минус 48, х тең минус 48 бөлу 6, х тең минус 8. Келесі есепке назар аударсақ, так, бұл есептің бөлімінде 6, 3, 2 деген сандар бар екен. Бұл сандардан құтылу үшін біз бөлшектің теңдіктің екі жағында 6-ға көбейтсек қалай болады екен? 6, 6, 6. 6 мен 6-ны қысқартсақ 1, 6 мен 3-ті қысқартсақ 2, 6 мен 2-ні қысқартсақ 3 қалады. Бөлімде тұрған сандардан құтылдық. Енді біздің теңдеуіміз жақшаның ішінде 10 минус y қосу 2 көбейту жақшаның ішінде 3y плюс 8 тең 3 көбейту жақшаның ішінде y плюс 6. Енді жақшаларды ашып шығайық. 10 минус y минус 6y плюс 16 тең 3y плюс 18. Енді y-ларды бір жаққа жинасақ, минус y плюс 6y минус 3y тең 18 минус 16 минус 10. Так, бізде 2y тең минус 24, y тең минус 12. Есеп түсінікті болса, келесі үшінші есепке өтейік. Бұл есептің бөлімінде 5, 4, 2 деген сандар екен. 5, 4, 2-ның ең кіші ортақ еселігі бізде 20. Сондықтан бұл теңдіктің екі жағында 20-ға көбейтейік. Ендеше 20 көбейту 3х плюс 5 бөлу 5, қосу 20 көбейту 9х минус 5 бөлу 4, 20 көбейту 6, қосу 20 көбейту 3х плюс 1 бөлу 2. Енді қысқартып шықсақ, 20 мен 5-ті қысқартсақ 4, 20 мен 4-ті қысқартсақ 5, 20 мен 60 көбейтсек 120, 6-ны көбейтсек 120, қосу 20 бөлу 2, 10. Енді теңдеуімізді жазып шықсақ, 4 жақшаның ішінде 3х плюс 5, қосу 5 көбейту 9х минус 5, тең 120, қосу 10 көбейту 3х плюс 1. Енді жақшаны ашып шықсақ, 12х плюс 20 плюс 45х минус 25 тең 120, қосу 30х, қосу 10. Так, енді х-тарды бір жаққа жинасақ, 12х плюс 45х минус 30х тең 120, қосу 10, қосу 25 минус 20. Сонда бірінші жақтан 27х тең 135, х тең 135 бөлу 27, х тең 5. Есеп түсінікті болса, онда төртінші есепке өтейік. Төртінші есептің бөлімінде сандар 8, 4, 2. Бұлардың барлығы 8-ге бөлінеді.
яғни екі кіші ортақ есебі 8. Сондықтан 8-ге барлығын көбейтіп шығайық. 8 көбейту 8 көбейту 8. Енді бірінші өрнектен 8 көбейту, 8 бөлу 8 1-ге тең. Так, 8 бөлу 4 2-ге тең. 8 бөлу 2 4-ке тең. Сонда бізде қалған теңдеуіміз 5 минус 9x минус 2 жақшаның ішінде 3x плюс 5x тең 4 көбейту жақшаның ішінде 5 минус 3x. Енді жақшаларды ашып шықсақ, 5 минус 9x минус 6 минус 10x тең 20 минус 12x. X'ларды бір жаққа жинасақ, минус 9x минус 10x плюс 12x тең 20 плюс 6 минус 5. Сонда бізде минус 7x тең 21, 7x тең минус 21, x тең минус 3. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болса каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.